Ortamızdan, елдігімізді жеткізіп, мен осы жерде өзіміздің ортамыздан ағамыз, Асқатадай ағамыз, ақсақалымыз, Алпыс ағамыз бастап берсе, ал Алпыс аға өзіңіз бастап, осы жерде таныстырып, жалпы алғанда келген ағайындарға таныстырып, содан кезек-кезек сөйлей береміз. Қош келіпсіздер. Адамдарыңыз құтты болсын. Мынау енді бұл өзі туыстың екінші көктің жалғастыруға үлкен есепте тиіптетке жатыр. Былтыр Қызылордада мынау енді біз бармағанмен естіп жатырмыз. Мына бірлеген ырыс деген інілеріміз осылай мінекей атамыздың басына ескерткіш қойып, соның мінекей біздің бүкіл көңіл дәулеттерге шақырып, сонда тойлап басын қосып келді. Мінекей содан ағайын туыстар сөйлеуде бас қосып, одан кейінгі мінекей осы кеше Жезқазғанда болды. Енді мінекей әңгімелердің 150 жылда мінекей осы басымыз қосылып жатыр. Бұл енді бұл жерде өзі екі ауыл қыпшақ тұрады, қыпшақ. Соның қыпшақ бұл жерде Қарамойнақ дейді. Бұл жерде енді сіздер жақта негізі көмірден 8 ата тараймыз ғой енді. Соның енді бізде сол Қарамойнақ 2 атамыз бар. Осы жерде қыпшақтардан сол туыстығын осы жерде сіздерді қарсы алып жатыр. Соған көресіздер. Бұл енді кешегі заманда өзі кеңес үкіметі болып, бір-бірімізді танымадық, білмедік, ішіне керек міне осы торғайдың ішіндегі туыстарды көп біле бермейміз, араласпаймыз. Әнмен кетіп, менде кешегі совет кеңес үкіметі кезінде араласып құрылыс болған жоқ. Бірыңғай сол үкіметтің жұмысымен жүрдік. Мынау енді өзі жақсы басталып жатыр. Осы бірліктеріміз әрқашанда жалғасын берсін, мәңгілікке жалғасын тапсын дейміз. Әрқашанда жалғыз бұл емес, әрбір жылда осылай басымыз қосылуға Алла соған жазсын дейміз. Бұл енді әрбір елдерде өзі басшы болады. Бұл енді үлкендер кінә бізден негізі. Бұл жастарға сол ақыл айтып, бұлай бас болып, бұлай ұйымдастыр деп айтпағасын. Оның жас балалар да қазір біле бермейді. Неге жаңағыны айтып отырмын. Ырыста бірлікте сол үлкен ауылдарында басшылар бар, ақсақалдар бар. Солардың айтқандарын тыңдап, сол ұйымдастырып, соның өзі үлкен бір неке жұмыс. Сол сияқты бізде неке осылай басымыз бірлігі енді осылай жалғасын таба берсін. Әрқашанда амандықта, саулықта болсын. Осылай тойда, қуанышта басымыз қосыла берсін. Аман сау болыңыздар. Келгендеріңізге рахмат. Жолдарыңыз оң болсын. Қара, әкеле білді кімсі? Қазір. Әкеле білді. Сол жерде келіп отырған ағамыз орынбасар деген мына милиция болған қазір отставкада капитансың ғой өзің? Иә, үлкен бұл да бір кәсіпкер, өзі көмірін атамыздың балдарына арнап мешіт тұрғызған жігіт, өте бір қалталы азамат, елімде жерімде танысайын деп сіздерге келіп жатқан жайы бар. Апа, сіз анау ар жағын таныстырып жіберсеңіз менің орныма. Ne var bu be? Жаңа болғаннан я. Бірлікті танисыздар, бірлік тұрса үшін. Бірліктің азамат мынау асты. Сіздер асқа барғанда мынау Бесарықтан келген азамат. Нұрымжан. Ербол, Сұлтан. Группадағы істегеннің туған інісіміз. Ербол. Көңіріміз. Бізде мынау сыр өңірінде кеше есеп жүргізгенбіз. Сонда санап көрсек,
біздің мына құрған қорымызға мыңнан астам көкмұрын кірді. Той шаңырақ мыңнан астам шаңырақ. Өте көп екен. Бізде біле бермейді екен. Кеше қорымызды құрғанымызда біздің қорға кірген кезде мыңнан астам шаңырақ бар. Құдайға шүкір де бар ғой. Бұдан да көп жолада дейді. Сондықтан сіздердің бақтарыңыздың басына Алланың өзі olsun. Mına bugün Torgay жеріне бірінші рет табан басып келіп отырмыз. Қадамымыз сіздерге құтты болып, береке болып келсін. Әрқашан осы бауырмашылығымыз, бірлігіміз жалғаса берсін. Біз көңіліміз ешқандай лаға емеспіз, басқа емеспіз, тек көңіліміз. Сөйтіп ойларыңыз сөйтіп тоқыңдар. Өйткені балдар қазір сауатты, жеті саусағын санайды да, мен жеті адамның өтіп кеттік дейді да, үйрене береді. Сол себепті көңілім тек, басқаға бөлінбейді. Мен мына жерде енді таныстырып өтейін. Назира деген жеңгем келіп отыр Қызылордадан. Одан кейін Рахима деген жеңгем келіп отыр. Одан кейін менің келінім Шалқардың келіншегі аты Қалжан. Одан кейін менің сіңлім аты Бақытгүл Қызылордадан келіп отыр. Одан кейін сіз осы қалғандардың мүшелесіңдер ма? Болдыңда. Қалған дәрежедегі мүшелеген ал құрметті ағайындар, өте қуаныштымын. Осындайда көзімізбен көріп жатырмыз. Соған атсалысынан бәріне көрсетіп біз таныстырмаған інім саған көп рахмет. Бізде жаңа өзіңіз келсіңдер, бидай дала, жасық дала. Бізде бір далаға жоқ, бірақ заты оның орнында жақсы адамдар көп өскен бізде. Бір қорған болатын, пана болатын жақсы адамдар көп өскен. Сонда мына енді тағыстыру кезең-кеземе келедім. Енді сырттан келген кісілерге abi bizler hani o takma töpür böyle kişi var mı? Ya domradan şaka. Bir de dert ama çok kötü. Tossamın her yanımda, tossamın her kadında, sağındım almalım, ayrı almadım da. Sağındım makbulde, sağındım makbulünde, almadım sivadan sen, şabıtta şartımda. Şabıtta şartımda. Şartımda eski olsan koktuğunu canıma ot veredi alğaşkı mahabatla kuvveler göteregi kalayda canım jırdı olmaydı elim oldu yürekte dostlarım sandırdı dostlarım sandırdı dostlarım sandırdı. Aslanım, sağındım jaslarım, sağındım şındarımdı, Alatau askaralım, kaşıkpın javudana, dallarım gidip sana, bas beni bağrına.
жүлделі орын алып жүрген баламыз. Торғайдың 6-шы ардагері. Мирас деген балаларымыз бар. Базар деген ағамыз баласы Мирас деген. Ал енді келесі сөздің кезегі, алтын сөздің өзегі осы жерде тілек айтуға, халыққа таныстыруға. Қазақ айтады ғой енді, жаңағы жалғыздың үні шықпас дейді, мен соған сенбеймін, мен жалғыз өзім болсам да бұл жердің бәріне бүріндетіп жүрген сияқтымын. Енді мінекей мына Торғай еліне қош келдік барлықтарыңызға. Мен өзім Амангелдінің тумасымын, әке шешем күн көшуде болған, Қарамойын лақтар. Бізде енді кішкентай кезімізде тәрбиелегенде әке шешеміз Қарамойын лақтардың елім сенің Қарамойын лақта қыз алыспайды бір-біріне болды деп айтатын. Басқа біз ештеңені естіген жоқпыз. 50 жылда ел жаңа деп, мінекей 50 жылдың жаңалығы көк мұрын Құдайменді қыпшақтар деп айтып жатырмыз. Сонымен енді мінекей жаңағы Қарамойын лақтар қыз алыспайды бір-бірімен деп тәрбиелегенде менің әкем, өзімнің әкем айтатын, жаңағы бауыр деген ол бауырың дейді. Жаугершілік кезінде дейді, жаңағы жаулар келіп алып жатқан кезде, жаңағы бауырын алып кетіп бара жатса, жаңағы бауырын алып қалған ғой, ана әйел деген кете берсін, бала деген кете берсін, бауыр дейді. Неге олай десе, әйел деген жолда, бала деген белде, бауыр деген табылмайды деген сөз. Сондықтан да мінекей, сіздер сияқты бауырларым барына бас иіп барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, барлықтарыңыз аман жүріңіздер. Жарайды, енді айтып жатырмыз ғой, 50 жылда ел жаңа, көк мұрын дейміз, бірақ сонда да біздің қанымызбен біткен Қарамойын лақ дегенді ұмытпаймын. Өзімнің бала шағаман айтам, құршақтың ішінде Қарамойын лақ. Қарамойын лақтан қыз алсаңдар, наймандар өлмейсіңдер деп қоямын. Сондықтан да енді мінекей өте қуаныштымын Торғай еліне келіп, жаңағы тәте айтып отқандай не деген музейлер бар екен. Жаңағы мектепте оқығанда оқыдық қой, енді Алтын Сәлімнің кел балалар оқылық табалдырықтан аттағаннан жаттадық. Әке шешемізбен отырып алып, соны әрең жаттап, сөйтіп өскенбіз, кел балалар оқылық деп. Одан кейін жаңағы кітаптар Оян қазақ деген тақырыпты мұғаліміз әдемілеп тұрып айтқызатын. Оян қазақ, оян деп тұрып, әдемілеп тұрып айтасыңдар деген. Сондықтан енді міне неше бір музейлер бар екен. Сол музейлерді көріп, керемет бір тарихқа, кейінгі тарихқа көз ілдік. Өте қуаныштымын. Барлықтарын мінекей қарсы алып жатқан жаңағы шатта жүрдік қой торғайлықтар деп. Мерметтің да құлағын жедік. Барлығымыз енді тойдың болады дегенде болғаны қызық деп, мінекей уже тойда болды. Кәдімгі болмағандай болып отырмыз ғой бәрімізде енді. Оқылып, ақылап. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, осындай бауырлар бола берсін. Өзіміздің жет атамыздан ар жағын іздемей қояйық, Қарамойын лақтар деп аман есен жүре беріңіздер. Бала шағаларыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз аман болсын. Алматыға келсеңдер, Қарамойын лақтың ағылшынның қызы кім десеңдер, мен сендерді күтіп аламын. Жалғыз өзім Қарасай ауданында Қаскелеңде тұрамын. Жеке кәсіпкермін. Іздеп келсеңдер, барлықтарын күтіп алуға шамам жетеді, Құдайға шүкір. Ортаға шақырайық, Түркияға өзіміздің Торғайдың азаматтарын өзіңіз таныстырсаңыз, ағаларымызға, бауырларымызға. Жаңа айтып жатырмыз ғой, көлеміміз үлкейіп жатыр. Енді жаңа апамыз айтты, көңіліне келмесін, Қарамойындақпыз, бірінен өзіміздің қалыптасқан осындағы қағидамыз бойынша Қарамойындақ бір туған бірінен бірі қыз алыспай дейтін болса, енді мінекей былтырғы жылдан бастап әңгіме қозғалып, биылғы жылы біз бәріміз көк мұрынымыз деген әңгіме қазір өмірге еніп, енді ішінде кімсің дегенде көк мұрынымыз, қай ата боласың дегенде көк мұрыннан тақынамыз деп, қазір мынау үлкендеріміз де, жастарымыз да осыған қалыптасып келе жатыр. Бұл да бір үлкен енді қуанышты жағдай. Сондықтан енді бүгін қасиетті осы өзіміздің ата бабамыздың мекені, ата өздеріңіз айтқандай Торғай еліне келіп, бүгін осы аудандағы жақсы игі істермен танысып, былайша айтқан кезде осы Торғайдың тарихымен енді
жаңағы 3 музей арқылы толық 4 музей арналған сол музейлермен толық танысып, бүкіл Торғайдың тарихына қанығып шықты деп есептеймін. Сондықтан енді мына келген сапарларыңыз оң болсын. Осында енді сіздер келіп мынау жастар жағы өздері ұйымдасып, осы ағаларымызға келген жеңгелерімізге, апаларымызға өзіміз ақ дастарханымызды жайып қонағасы береміз деп мынандай ыстық ықыластарын білдіріп жатқан үшін осы мынау соңымыздан ерген іні келіндерімізге, қарындас күйеу балаларымызға бәріне рахмет айтамыз. Енді таныстырып осыда сіздерде келгеннен кейін мынау енді бүгінгі келген сіздердің миссияларыңыз осы ағайынмен танысу. Сондықтан біз енді көп уақыт алады деп есептемей, осы келген осы жерде отырған мен жаңағы інілерімді, келіндерімді сіздерге таныстырып айтып жіберейін. Жаңа інілерім айтып отыр. Жеңгеміз осы жерге келіп отыр. Алпыс ағаның құдай қосқан қосағы номері бірінші әйелі. Сосын енді мынау Ибаржан деген апамыз отыр. Тұра береді. Ретмен келіп қалды. Ғалия Шеренжіміз. Қасымхан деген жездемізбен бірге келіп отыр. Сіздерді қарсы аламыз, құрметтейміз деп. Ғалия жеңгеміз енді осында өз жолын жақсы білетін аудандық ішкі істер бөлімінің бастығының бірінші орынбасары болған, милиция подполковнигі дәрежесіне дейін көтерілген. Ол кезінен де білесіздер, ертеде подполковник алу оңай емес еді ол. Сол Сәбит деген ағамыз болған. Ағамыз енді өмірге ешкім қатысы алмайды, өмірден өтіп кетті. Сол Сәбит ағамыздың жолдасы Ғалия жеңгеміз отыр. Орында бар оңылар деген, енді Сәбит ағамның осында Талғат деген ұлы. Ағам анау бала әкеден асып туса еңге дейді ғой. Сол айтқанда енді ағам замначальник болатын болса, біздің Талғат аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы болды. Милиция подполковнигінен биылғы жылы сол демалысқа, зейнет демалысына шығып отыр. Талғаттың үйдегі Алтынай келін осында болуға тиіс. Алтынай ғой келіміздің атын. Күлғайша, айветпен жақсы болады. Күлғайша келініміз осы жерде болуға тиіс. Енді мына жерде жаңағы Қанат, Тұрмағамбет Қанат дегеніміз көп жыл енді әкім болып қызмет істеген, мектеп директоры болып қызмет істеген, Қарағандыдан оқу орнын бітіріп университетті келін екеуі. Ғасыр енді шеттен айта берейін. Ғасыр. Енді мен келіндердің атын жасар жоқ. Келіндердің атын өздерін қалған өздерін айтты. Жаңағыдай амырайсыз қалдырмау үшін. Осында кәсіппен айналысып, өздерінің жеке кәсіптері бар. Келінің аты Елмира. Келіндер түрегеліп қойды, ана шетте. Одан кейін Марат күйеу отыр, жанымда енді айтып өтейін. Марат күйеу, Бақытгүл деген қарындасымыз не кейін. Ол да бізге бөтендігі жоқ. Осы жерде жаңа басқарып жүрген Қанат дегеніміз, Сәпен Қанат. Мұнда мектеп директоры болып жұмыс істеген, қазір енді осы ауданның орталығына келіп жатыр екен. Келін бар ма? Жоқ, келін жоқ екен. Келіннің аты Алтыншаш. Енді кімде бар? Тұрыңдашы өзің, тұра беріңдер. Қадырбек дегеніміз, келін екеуі осында тыныс-тіршілік қылып жатқан жақсы ініміздің бірі. Өнерпаз, Сәбит ініміз, Гүлсім келіні, мен анау ауырған адам медиктердің атын ұмытпайды ғой. Сондықтан Гүлсімнің атын ұмытпайды мен. Ауырған адам ол енді медиктердің атын ұмытпайды. Қайрат дегеніміз осында, мана кеше арқалықта айттым ғой, Рахат деген жақсы ағамыз болған, кеше Нұрлан баласы болды, Нұрдәулет деген баласы болды.
сол Нұрланның інісі, Нұрдәулеттің ағасы, сол жақсы Ахат деген жақсы ағамыздың баласы Қайрат осында тамаша келінімізбен екеу отырды. Думан, енді мана Әбдіқадыр ағам айтты ғой, Сәмен ағамыз жөнінен. Ең осында Торғайдың алғашқы жоғарғы оқу орнын бітіріп келіп, бізге көп жыл өз Торғайда, біздің өзіміздің Торғайдың азаматтары жоғарғы оқу орнын бітіріп келіп, солар жоғары бірінші басшы болмағанмен, екінші, үшінші басшы қолдарына тиіп, жаңағы мектеп директоры, тағы да басқа қызметтер, совхоз директоры қызметтері сол 50-60 жылдары ғана совхоз ашылғаннан кейін қолымызға тиген. Сол біздің Сәмен деген, енді мен тәте дейтін ол кісіні керемет ағамыз болған. 46 жасында өмірден өтіп кетті бірақ, екі совхозда директор болып сол уақытқа дейін, осында бірнеше совхозда парторг болып, үлкен торттың белді азаматы болған. Институтта жүргенде Абай образын шығарған, Каспийде оқып жүргенде. Сондай өте талантты, дарынды кісі болған кісі. Сол Сәмен тәтемнің көзіндей, өзіндей Думан дегеніміз жібек келінімен екеуі осы жерде отыр. Так, келесі. Қайрат қой, Қабден ағамыздың баласы Қайрат. Келініміз Мазар осы жерде бар ма? Одан кейін Марал енді кешеден бері таныс қой енді. Бәрімізді мәшінемен тасып алды, қызмет жасап жатыр. Марал келін бұл жерде жоқ шығар, жақсы. Міне 60 дегеніміз ауылда тұрады, Көгалатта. Негізгі біздің отанымыз бәрі айттым ғой, Көгалатта кеше келген кісілерге. Сол Көгалатта өзі жеке шаруасы бар. 60 деген ініміз, келініміз бұл жерде жоқ шығар. Міне жерде осы үлкен, міне Ағзира деген жеңгеміз. Осында балдар қызмет жасап жатыр, жаңа жасыларың жүрді осы жерде. Жігіт жүр. Неге сол кісілердің мамасы, Ағзира деген жеңгеміз, үлкен, біздің мақтан ететін жеңгеміздің бірі. Енді Ақжігіт неге біздің баласы. Кенжебай ағам енді қазір өмірден өтіп кетті, бірақ балдары қазір есейі бері жетіп, әрқайсы бір-бір үй болып, осы елде тынысты мына екі келініміз, Аққайында туылды рахмат. Так, біз енді Бақыт дегеніміз, Жақсылық деген ағамыз бар, мына жерде осы жерден Аткөлдің 15-20 шақырым жерде тұрады, көп жылдан бері сол Талғат ініміз, келініміз бар ма? Жоқ, ауылда. Ауылда. Сол неге келіп сіздерге қызмет жасап жатыр. Енің аты? Орал ағам отыр. Жаңа Самат деген үлкен ағамыз болған. Қазір енді сол Самат ағамыздың көзі 60 дегеніміз. Орал дегеніміз жаңа 60 пен сол бірге туады. Жасылан. Жасылан дегеніміз неге орында. Қазір запасқа шықтың ба сен? Пажарны істедің ғой? Телекомда жұмыс істеген. Осында. Енді мен де кешіріңіздер. Осы ауданнан 7-8 жыл болып қалды кеткенме. Сосын сәл болса ұмытады екенсің. Әйтпесе бәрін жатқа білетінен бұл 7 жыл бұрын. Одан кейін Рүстем. Рүстем. Оңғар деген менің бір керемет ағам. Өзінің мінезімен, өнерімен үлкен бүкіл елді аузына қаратқан кісінің бірі. Сол кісінің баласы Рүстем осында ішкі істер бөлімінде жұмыс істейді. Келініміз сол журналист, қазір тілдер дамыту бөлімінде істейді шығар, бөлім, бөлім деген келініміз бар. Енді кім бар? Нәсір мен кім жүр? Насыр өзіміз, мерекеніміз, жаңағы сосын жаңағы өлең айтқан бала өткенде өздеріңізге барды ғой, Назар дегеніңіз барған.
Сол Назардың ұлы Мирас. Бірнеше республикалық облыстық байқаулардың лауреаты болған. Ол арқалықта қызмет жасап келеді ғой. Вот Қостанай, енді мына Қостанайдан келіп отыр. Кәдімгі Сәйітбек деген менің бауырым. Бала кезден бірге өскен, өткен өздеріңізге барды. Өзі жүрген жері той думан. Улатып та жібереміз, кейде шулатып та жібереміз. Әндетіп те жібереміз, әндетіп те жібереміз. Менің енді құрдасым, былайша айтқанда досым, осы Сәйітбек. Сағайдар деген жолдасы бар, бұны осыны алып тастап тұр, білмеймін, не себеппен ертең звондап білеміз. Ол кісі келе алмай қалды. Мінекей, бүгінгі сіздерге қызмет жасап, сіздер келіп деп, мінекей алдарыңыздан аңқылдаған жүрегіміз шығып жатқан осы біздің бауырларымыз осы бауырлар. Міне тілегенім келіп отыр. Бұл кісілер бар ма өткенде? Тілегенім осынау ініммен, баламмен келінім бар ғой. Баламмен келініммен бірге келіп отыр. Көшкеде ма? Көшкеде қалда. Тыныштықта сол көріп жатыр. Енді кім? Ағамыздың баласы осылай жалғызмы ма? Астанамыз ма? Әбей ағамыздың баласы келеді. Енді осы. Сондан енді осы қаныстығымыз жағынан болсын. Мереке дегеніміз қазір өмірден өтіп кетті. Сол Қайыржан ағамыздың баласы. Қайдыш қайда? Міне жаңа айттым ғой, Насыр. Ғасыр дегеніміз жаңа айттым ғой, сол ғасыр дегенімізді. Насыр дегеніміз. Ағылшын деп, біздің үлкен атамыз өзі 9 ағайынды болған. Сол 9 ағайынның ішінде біреуі менің атам болды, біреуі мінекей Аянды дегеннен Кәрім атамыз, Кәрімнен мінекей мына Серікбай деген болады. Бұл немереніміз болады. Бұл өз Торғайға күйеу бала. Мінекей Нағима, Албар Бөгетпен Тоқанай ма? Мәкен, мінекей осы күйеу бала. Жаңа мінекей Арқалықта Аманге Қостанайдан келіп отыр. Күн көшудің тумасы. Келіншегі Ожан болады, осы Торғайдікі. Бұлар Қостанайдан келіп отыр. Қызылордаға да барды, неге де барды. Келшегі тәуіштікі бетар. Тәуіштікі, Мәкеннен тауып отыр, біліп отырсыздар. Содан кейін жаңа мен айтып кетейін дегенім, ұмытып қалыппын. Осы Торғайды білетін кезде менің Осан деген әкем атам болатын. Сол кісіге қой баққан кезде мен сол кісінің үйіне келіп қой бағып, атына мініп, шауып жүретін едік. Оның Сәбит деген аға бар, жеңгемді жаңа естіп отырмын жеңгем. Мен 85 жылы келіп, ағаға сәлем бергем. Сол кездерде есіңізде ма? Сол енді одан кейін Айша деген апамыз бар, тауып алдық. Енді мен осы Қызылордалықтың бірліктерге көп рахмет айттым. Осы сол бір туысқандарда, сол жаңағы Осан әкемнің балаларымен таныстым. Естіп осылай бір-бірлерімізді бауырларымызды таба береміз енді. Көз көрген атаның қолында тамақ ішіп, атына мініп, шауып жүретінбіз. Осан атам деген жеңіл, сондай домаланып жүгіретін біздің үйімізге келіп алып, жүріңдер деп. Енді Сәбит аға кішкене қызметте болған болар. Мен бір келіп кеткенім, соны айтамын деп. Кеше Айша тәтемді таптым. Сондықтан да естігенде бауырларым барсыңдар ма деп іздеп жүреміз енді Торғайлықтардан. Не Талғаттың бар мінекей. Кейде барам ғой. Кейде. Істеп тұрмын. Кейде. Мен өз алдырған 4 күн бар. 4 үйленген, өздері өз алдына үй болып кеткен, жаңа аязғана қолында. Сол аяз ұшыр келмеғіп. Мынау Бекзат тұршы кірма ғой. Мынау баламнан Бекзат. Сол аяздан 2 жас үлкен болды. Сол. Ана жанында отырған келдім. Шуымыз келді. Бәйбішем дәмдесі көтеріп келмеғіп. Ya mına köprü yaşaktan kesip kaldık mı? Mına bir жерде ауылда туып өскенмен жақтайын олай біле бермейміз. Біз де сол қазір бөшенің сияқты келіп жүр, бөшенің сияқты кетеміз. Сол мынау Қызылорда туыстарға айтып отырғаным ғой. Bir balamмен келдім.
Жұртым сіздермен танысқанға өте қатты қуаныштымын. Біздің сіздермен танысқанымыз кешегі апрельдің 30 күнінен басталды. Керемет үлкен ас өтті. Ол жалғыз біздің емес, сіздердің де арқаларыңызда өтті. Енді ағайын осы көп деп мына жерде мен өліп жазып қойған екен, өте жақсы жазған деп ойлаймын мен. Енді сол кешегі 30 апрель күні біздің ауылға қауым ел барыңыздар. Сол жерде бастап барған жаңағы мен қолына микрофонды алған мен атам болама, қайнағам болама, сол кісіге шапанды жағайын дедім. Енді атын айта алмаймын ғой, бірақ мына сіздермен осы шапанды жағайын. Өткенде сіз үлкені болып біздің ауылға қанша адам басқарып бардыңыз. Атаң болады, атаң болады. Шалқар деген әніміздің жолдасы болам, атым Қалжан. Шәкер, ағынан айтып тілепті. Шалқарым бірінді болсын, өнерлі болсын. Осы тойыны жинап атқан аяғымыздан құт кетпесін. Дастархандарыңа сау, дастархандарыңызда байлық, елдерде саулық болсын. Ұлдарымыз ұлықты болсын, қыздарымыз қырықты болсын. Үй іші аулайға аман болсын, қиындық халық көрген таман болсын. Қазақ үшін кәдімгі қойшыны бос тойға жұмыртқалар заман болсын. Ұлысып елге қорған пана болсын, құз өсіп қойны құтты ана болсын. Немере шөберелер бірінді боп, шетінен бірінді асқан дана болсын. Алла осы айтқан тілегімді қабыл етсін. Әумин айтқаныңыз үшін қабыл болатын жатады ғой. Енді мен осы микрофонды пайдаланып меруерттің оқаны шақырайыншы. Еңбегі зор, осы сіздермен біздердің суретке суарамыз ба? Ұзақтан берсін. Енді Құдай қаласа тойға шақырыңыз, балаларыңыз не береді деген кезде. Сосын мына жерде ғашық болып, мына өзіңіз істеп орынға бізге барған қанат деген мен өз мақтан жара беремін. Кім? Айда береді. Көтерілсі? Қарғаға бұл. Күршене қайдасың? Ал енді, жақсы. Неден кейін? Бәған деген ғашық боласыз бір-біріңіз. Жарайды. Ал енді келесі жолға шығып. Ал енді көріңіз. Ал енді келесі кезекте бір ән берейік, содан әннен кейін асқа ерек. Bir ән тыңдаңыздар, ортамызда Алмас бауыр бір ән салады. Жыл бүгін, тағы да бүгін
сол жүрем ел жаққа барам жүрегім елде елжіреп қалдым суға қалдым аңсатқа күйге тірліктің түнмен шулар шаршатқа кәлбірге торғайға барам бәрібір туған сер жаққа Жасыңыз ортада келсіз ғой енді. Басына келгенсіз, қашанда қонақ сыйлаған халықпыз. Егілі кішкентай бала келсе базарға соған білгізген халықпыз ғой. Әмин. Бисмиллахиррахманиррахим. Құдайым оңдасын, оң жағына, оң жолында бастасын. Беріп жатқан тойларымыз құтты болсын, осы ортамыз азаймасын. Алла тағала басымызға амандық, денімізге саулық, дастарханымызға кетпес дәулет берсін. Көкейде басымызды жақсы қуанышты кездесін. Рахмет аға. Ал енді ақылап, бала қол жайып шамсақты, төлеген шайда сарқанаға айтып береміз. Ал енді құрметті болатар, шайдың дастарханның басында қазақ әлсіз отыра алмаған, ән күйсіз, күйдің өзіне құдіретті, ортада бір күйді орта, елдос бауырымыз, орнында сіздердің құрметтер үшін бір күй орындап береді. Келіңіз.
aldың сөздің өзегі, келесі сөздің кезегі. Осы жерде өздеріңіз баршаңыз бәріңіз білесіздер. Бұл күні кеше ғана емес, бұл 94 жылда басталған оқиға. Осыда бір бас қосу мәселесі қозғалып, бірақ дегенмен де жеке, мен айтпадым бір деген. 94 жылдан басталды. 94 бірақ енді әрқалай заман болды, әртүрлі кезеңдер болды. Бірақ айналып айтатында қазақтың мақалы ештеңе кеш жақсы дейді. Осы кеш жақсыда бабамыз Көкмұрынның ас беру кезегінде мұрындық болған, соған ат салысқан азаматымыз отыр, жаста болса бас болған. Айтады ғой, үлкендігіне қарамай, жасы кіші болса, ақылы дана болса, дана қойып, мен осы жерде бірінші кезекте осы шайдың алғашқы дастарханында алғаш сөздің кезегін, алтын сөздің өзегін біліп ілме беріп келеді. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш болсын. Енді өздеріңіз білесіздер, Қызылордадан есім бірлік болады. Танымағандар көріңіздер, іздесіздер досы, ағайын дос, сіздерді көруге келдік негізі. Енді бүгін жақсы бас қосу болып жатыр. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Бізді шақырған осы жерге себеп болған ағаларымызға рахмет бәріне. Әрқашанда осындай біздің туғандығымыз, осындай ауызбіршілігіміз әрқашан арта берсін, әрқашан бір болайық, бірге болайық, мың жасайық ұрпағымызбен. Енді айтамыз ғой, атамыздың айтып өткен үлкен бізге өсиеті бар, қыз алыспаңдар деген. Сол әрқашанда осындай қыз алыспай, әрқашанда осындай бауыр болып өтейік. Осы туысқандығымыз арта берсін. Енді бағана осы бір кішігірім жерде ағаларыма, тәтелеріме айтқан осы жерде көңілімді ағайындарға. Енді келесі бір кездесуіміз, келесі бір сағынып кездесуіміз бір нейтральный зонада болсын дейміз енді. Ол, мысалы Астана болса, мысалы әлем болады. Елдің бәрі барады, Қызылордадан да ыңғайлы, Алматыдан да, Торғайдан да ыңғайлы. Сол сияқты онда бір енді ол келешектің мәселесі ғой. Осы ағайындар қолдаса, онда бір қол жеткізеріміз деп ойлаймын жалпы. Бұл енді ұсыныс еді ағайынға. Барады, келеді, әркім өзі жаңа біледі, шамасына шартына қарай дегенде. Сол сияқты ағайын осындай бас қосуымыз көп болсын, аман болайық. Еліміз жасай берсін әрқашан. Кеңсіздерге аға дейіп жүре береді. Сондықтан балаңыз деп оқыстай. Ал енді келесі сөздің кезегі, алтын сөздің өзегі, осы жерде енді өзіміздің елімізден жақсы тілек айтады. Осы алмағайын заман болды. Кеңес өкіметі құлағаннан кейін жағдай нашарлады, жан-жаққа әркім күнкөріс қамымен кетті. Соған кезде тілеген ағамызға бір сөз тілек бердім біледі. Аллаға ортада өзіңіз бір тілек айтыңыз. Жоқ, ата бермей тұратыңыз. Әр уақытта Алла айтады осы сәтіменді. Алланың қалауымен танысып жатырмыз. Кешегі апрельдің соңғы айдың басында Қызылордаға туыстарымыз бар. Нәрестелер болып, арқа-жарқа болып келді. Кешегі мынау ойлап жатырмызда астында кездесіп жатып, енді бүгінгі аман келдіңіздер той деп әйтеуір бір мәнесеппен осылай туыстықпен кездесіп жатырмыз. Туыстығымыз әрмен қарай жалғаса берсін. Амандықта, саулықта, бірлікте, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын Алла ұрпақ болып, артында ерген ұрпақты салиқалы, салмақты, білімді дәрежелі болып нәсіп ете берсін Алла. Апаларымыз бар, жеңгелеріміз бар. Яғни жеңгелеріміз өзі, жеңге дегенде ол кісілердің жолы екен. Сонымен қатар апаларымыз бар, сол кісілерге ал орталарыңыздан бір тілек айтатын кісілер болса, апалардың ішінен, жеңгелердің ішінен. Қонақтарға сол. Құрметті ағайындар, неге келімен жақсы Ақтасақаның басында бас қосып, бәріміз бірге дос болып, ағайынбыз, доспыз деп қанша айқайласақ та, ол мына істеген өзіміздің бір-бірімізге деген ыстық лебізіміз, ниетіміз, қуанышымыз жүріп жатыр. Болмаса, ондай бір-бірімізді іздеуге болмайды. Сонша жерде бізді келдіңіздер деп жатсыңдар, бізге де сендер барып жатырсыңдар. Лайым болсын, туыстығым жалғасын тапсын. Ендінен
осыны айтайын дегенде бұл отырыстың басы сонау жаңа Қызылордада біз айтып жатырмыз ғой, 91 жылдан басталды. Кішкене барлық нәрсенің тарихы бар ғой, сол тарихтың кішкене сендерге айтқым келіп отыр. Марқұм болып кеткен біраз кісілер бар, солардың әруақтары жебеп бізді, мынау сіздердің бүгінгі бізге қосылып, сіздер біздерді көріп, біз сіздерді көріп, қуанып жатқан қуанышымызды жебеп, қалай жебеп, сол кісілердің әруақтары қолдасын деп біледі. Өйткені біздің Қызылорданың жерінде жаңағы темір жолдың бойында 14-ші разъезде кеше барған кісілер көрді. Сол жерден жерін алып, оңайлықпен үкімет ештеңе бермейді бізге. Соған жүгіріп, басшылық жасаған азаматтар бар. 91-ші жылдан бері қарай бүгін санаса қанша уақыт? 24 жыл, 25 жыл уақыт болмады. 34? 34 болады. 98-ден деп айтсаңшы. 98-ден, жаңа біреумен айтқанда мен жаным. 98, бәсе 24. Ал енді есеп шығарамыз. Осы 25 жылдың ішінде бәріміздің де жаңа айтып жатыр ғой, жаққа тіктірамай баяғы кеткен ол басқа. Мамыр заманда тек қана ұруды сұраспай, бөлінбей, дегенмен қанына тартпағанның қарысынсың дейді. Сол жағдайды ойлады ма білмеймін ғой, біз белгі қояйық. Ол белгіні қойғанда ең біріншіден үлкен азаматтарымыз, үлкен кісілер бас қосып әңгіме болғанда айтқан, біздің жастарымыз үйленсе, сол жерге барып тағзым етсін, еске алсын. Ана Мұхтар Шахановтың «Төрт ана» деген өлеңінің бір куплетін жазулы тұр сол жерде. Сосын керемет жақсы сөздер ұлағатты жазулы тұр. Соның бәрін әрбір әрпіне дейін талдап жазған кезде сол кісілер осыны аманат етіп бізге тастап кетті ғой. Біз соны жалғастырамыз деп жүріп, сіздерді тауып мінеке көбейіп жатырмыз. Алла құдай көпсін десін. Бұдан да көбейіп берейін. Дегенде сол кезде марқұм кешегі біздің жаңа Нұрланға барлықтарын көңіл айтып жатырсыңдар ғой. Сол Нұрланның отбасы, мамасы, папасы, Елемес аға, жаңағы жердің барлығын жүргізгенде Бексұлтан деген жігіт болды. Қазір Астанада ең бастаған сол. Сол Бексұлтан бастады, басқалары қолдады. Осы жердегі біраз жігіттер соның басы қасында болды. Шыр жүгіріп, ол оңайлықпен болған жоқ деген сөз айтқым келеді. Сіздер тарихтан кішкене хабары болсын деп айтып жатырмын, болмаса ешкімге де керек емес болса мен қоя салайын. Дегенде жаңағы Елемес ағаның көп ұлағатты бізге ақыл сөздері әр жиында көп болды. Біздің құлағымызда қалды. Сондай-ақ Тұрғанбек Төлебай деген ағалардың осы шежірені жазғанда, ол кезде көлік те жоқ, қолмен дәптерге жазып, қойын қалтасына салып, әр үйдің есігіне барып, әр қайсының қыстың күндері дүрдектеп жұмыстан университеттің бірдей профессор мұғалімі барлық үйлерді жағалап жүріп, біздің шежіреміздің, балаларымыздың кімнің баласы екенін бәрін жинады. Ол кезде компьютер де жоқ. Соның барлығын осы азаматтар кім қандай жұмыс қолынан келеді, менікі сенікі деген жоқ. Мінекей осы жерде Ыбырайхан отыр, соның куәсі кім? Жұматай отыр, сол 14-ші разъездің мінекей түпкілікті тұрғыны. Сосын Бостан отыр, барлығы да куәсі. Оның бер жағындағы жігіттердің барлығы енді жастары жас кейін қызмет етті. Солар ақсақалдарымыздың жаңағы Тұрғанбай Мақановичпен бізде тағы Мұхтар деген ағамыз қазір Шиелі ауданында тұрады. Денсаулығына байланысты ол ауырып жатыр. Тағы бір Асан деген шалымыз болды. Ол кісі қайтыс болып кетті.
Енді оның балдары қазір жалғастырып жатыр. Біз тек қана бір адам, екі адам істеген жоқ. Кешегі сіздер барғандағы көріністе сау болсын. Сендер мың алғыс айтып атқан бірлікпен жаңағы Үспек екеуіне мен де алғыс айтқым келеді. Бұлар бізге не деді? Сіздер тырп етпеңіздер. 24 жыл қимылдадыңдар ғой, болды отырыңдар. Сендер бізге қонақ болып келесіңдер деді. Сол кезде өзіміз риза болдық. Өзіміздің соңымыздан ерген ұрпақ қолымыздан алып, осы жұмысты жалғастырып жатқанына қатты қуандық. Еңбектері өте көп. Енді еңбек оны істеу де бар. Оған қаражат керек. Сол қаражаттың барлығына сіздер жинадыңыздар. Сіздердің ақшаларыңыз, біздің ақшамыз. Соны ұқшатып, орнына жаратып, қайда не керек екен, бізге көңіл сыйлап, ағайын туыс тауып беріп, чатқа шығып, мынандай жаттарды ашып, барлығына ұйымдастырғанына бірлік айналайын мың алғыс саған. Жастар болсын, чатта әртүрлі әңгіме болып жатқанда мен айттым. Осы кеше бір жиын жасаған кезімізде біздің осы көмірін бабамыздың қыздары бар. Сол қыздар бірталай қаражат аударды. Сонда солар бізге бара жатқанда қандай бізді кім біледі? Қыз екенімізді, келін екенімізді деп, біреу гүл орамалдар таяқ, біреу ақ орамалдар таяқ деп, оның барлығы үшін жүректен жарылған қуаныштан шығатын сөздер болды. Сөйтіп, бізге келгеннен кейін мен ол қыздарға былай алғысымды айттым. Дегенмен сіздер де соны біле отырыңыздар. Олар барлығы бір елдің келіні, бізге туыс бауыр болғанмен. Әркімнің қолынан келе бермейді. Қыз екі елдің тілекшісі деген рас. Сондықтан қыздарға айналайын меруерт бастаған. Оған Асылтас деп жеңгелері ат қойды чатта. Сол абыройың асқақтай берсін жаным. Мен бір ауырып тұрмын, болмайсың. Сендер ай өттеңіздер, бірақ айтқым келіп тұр. Тыңдасаңыздар. Сондықтан осы туыстығымызды Алла ұзағынан сүйіндірсін, жалғасын тапсын. Балаларымыз одан ары қарай немерек шөберелеріміз жалғастырсын. Заманында қилы-қилы кездесіп, той-тойлап, мерекелегеннен де басқа өмір болғасын әртүрлі жағдайлар бар. Солардың да жағдайларын ойластыруға бәріне қаражат керек. Сол кезде қиқым әңгімелерді айтпай, әрқайсысы ой паразылармен салғын келсе, Құдай садақаңды бере қой. Салғын келмесе, әңгіме айтпа. Осылай біз азаматтарымыз шешеді. Өйткені алдында ақылдасатын ағалары бар, бір ғана бұлар емес. Осы келіп жүгіріп жүргендердің бәрін денсаулықтары жарағандары көрейінші. Өткен жолы қойып әулиеге бара алмай қалдым. Сосын осы жерді жаман адам уәдешіл деп, бір өзіме уәде берген келем деп келдім. Өте қуаныштымын. Барлықтарына Алланың нұры жаусын, дендеріңе саулық берсін, отбасыларында тек қана жақсылық, қуаныш, той болсын. Жете алмай қалсақ, шалып уралап, тілек тілеп отырайық ағайын. Ой, жеңге рахмет. Біраз әңгіме айтыңыз. Әзір тұшымды әңгіме айттыңыз. Ал енді келесі кезекте біз әңгіме берейік. Мирас бауырымыз бір ән салса, сосын құрметті қонақтар бәріміз бір-біріне білісу керек, танысу керек, ортаға биге шығыңыздар. Жаным ағам, бұл күлме таулардан мамырлаған, сол менің ақ жанымнан, ақ жалынан, ұлықта қолымнан дамылдаған. Мен деп ойла, самал болып есіп өткен, мен деп ойла, нөсерді есі кеткен.
Ата жүзінде естеймін. Үлкен қуаныштымын. Енді менің есімім Орайхан, Қызылордамын. Өздеріңіз білесіздер, Қызылорда бұрыннан қоғамдық бірлестік бар. Қоғамның Құдаймеді бабамыздан жасалған қор бар. Сол бірлестіктің негізгі мақсаты осы артымыздан келген жастарымызды бір шаңырақтың астына шақыру. Ол жұмыстар Қызылордада, осы Торғайда жүріп жатыр. Өздеріңіз көп болдыңыздар. Мына біздің екі азаматымыз үлкендердің берген тапсырмасын орындап, өте биік деңгейде ұйымдастырып өткізді. Бірлік пен Әсібек екеуі. Біраз жерлерде не қылды дегенмен, әлі Қызылорда облысының өзінде әлде бізге қосылмаған, әлде немесе естімей қалған, немесе сол ертеңгі қазақтың ертеңгісі таусылмай әлде жүрген қазір 1000 шаңырақтан асты есебіміз бойынша, бірақ әлде көп. Кеше бір арғын жігіттен естідім, Өзбекстанда Көкмұрын деген ауыл бар екен. 8 шаңырақ тұрады екен. Соны төрағамыз Шалқарға айттым, біз барып қайтайық. Бізді қабылдамас. Бірақ Көкмұр атамыздан тарағымыз тап болғаннан кейін біздің бар екенімізді, бірлестік бар екенін, ата жұртта Торғайда осында бір қауым ел бар екенін көрсетейік деп сондай жұмыстар жүріп жатыр. Сіздерде естігендеріңіз болса, басқа облыстарда, басқа қалаларда, ауылдарда соны насихаттай жүріңіздер. Жастар білу керек. Елін ойлайтын ел болса, ерін ойлайтын бір қауым ел бар екен артында. Ағайын бар екен, анау таудай қамал бар екен. Сол сенімді жастарға сендіруіміз керек. Ал енді қорып жұмысына келсек, ол тек бір ақша жинап, бір даңғыратып, мақтанып, ас өткізіп, немесе бір тойлар жасау емес. Оның кезінде осы әлеуметтік жағдай нашар, немесе осы үлкен әрдеп өзінің берілген пособиесі басқа жетпей тұрған семьялар болады, сондай жағдайлар болады, сондайларға көмектесу. Сосын оның ең бір несі әлі біздің арамызда талантты жастар болады, өнерлі жастар болады. Соны ол биік шыңға бір саты, екі саты бір өрмелесіп шығам деп жүргендерге соларға да ойымыз, соларға да демеушілік жасау, әрі демеу жіберу керек сол жастарды. Сондықтан осы қордың әрі істеуіне қатыссаңыздар дейміз. Бәрі есеп сол чаттарда есебін беріп отырады ай сайын. Оның жаңа бейжен комиссиясы бар, алқасы бар. Өздеріңіз білесіздер, бұның бәрін жаңа біз ойлап тауып отырған жоқпыз. Алдымызда абзал ақсақалдарымыз бар. Елге қызметкен, елден еңбегі еленген ерлеріміз бар. Солардың нұсқауымен осы жіберіп біріншіден сол кісілердің сәлемін айтады сіздерге. Олар осы Сапар ағаның кешегі тапсырған кезде келейік, сіздер барып қайтыңдар деп осы бізді осы жаққа жіберді. Ал енді мынау бірлігіміз арта берсін. Жаңа айттым ғой, осы мынау Шалқардан кейін мынау бірліктер бар, қандай азаматтар әлі осы ауызбен арпалысып тұрған жігіттер оңын солсын, солын білсін, сонымен оңын шатастырып алмасын деп анда-санда тізгінін тартып қоямыз осы. Тоқтатып қоямыз. Сондай жастар өздеріңіздің ортаңыздар бар, сол жастар осы жұмысқа теңдік араласса екен деймін өз басым. Мынау ағайын аман болсын, ел тыныш болсын. Біз бір жауды алайын деп отырған жоқпыз, бірақ бізге сол
басқа адам жесін артырмасын деп сол бірлікке шақырып жатырмыз. Ал, мына бірлігіміз арта берді. Ерім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ер қайдан шықсын деп, сондықтан бір-бірімізді ертіп, аға деп құрметтеп ерсі болсаңда, ер әрқашанда өзінің ерін ұмытпайтын деп ойлаймыз. Келесі сөзді кезегі енді мынау Жезқазғаннан келген ағайындарымызға берейік, ортадан өздеріңіздің ұйымдасып, ұжымдасып, дәкінші десем тіпті жақсы. Ал. Ал мінекей мынау құрметті ағайын туыс бауырлар, мынау үлкен істің куәсі болып отырмыз. Құтты болсын, жағынан болсын. Өзі біреу бір бізге құтты жыл болды ол. Туыстарды тауып, ағайынды тауып, мінекей мынау Қызылордадағы жігіттердің арқасында осындай ұйым құрып, ұйымдасып жатырмыз. Алла жағынан болсын. Әрқашан бірлігіміз арта берсін. Ылғи осындай жұмыстарда басымыз бірге болып, осы бір жағадан бас, бір жермен қол шығарайық. Алла жағынан болсын. Биылғы 30 апрельден бастап басымыз қосылып, үлкен қуаныштымыз. Кешеден ан жақтан биыл танысы білісіп келгеннен кейін, енді кеше осында жеткенше бүгін асып, түнгі сағат 4-те тұрып алды, ұйқымыз келмей. Соны мана сағат 12:30-да ұшып жеттік. Қуанғанымыз сондай, осы көргенше асық. Ал енді осы қадамымыз құтты ары қарай жалғаса берсін. Жаңа бірлігі інім айтқандай, жылда бас қосып осылай бола берсін. Биылдың жаңа орталық Астанамыз сол Астанада бас қосуды Құдай нәсіп етсін. Жан-жақтан жақын жер ғой. Пойызбен де самолетпен жылдан жүріп табатын. Кішкене шет жақ емес. Соған атсалысып, осылай бірлігіміз таусылмасын, әр уақыт осындай қуаныш бірлігімізді осындай бірге тойлай беруге Құдай нәсіп етсін. Бірлігінімен, Ысбегінімен, тағыдамында келіп отырған жеріміз бар. Мынау Жезқазғаннан Дүйсенбек ағамыз бар. Ақын жеңгеміз келмей қалды, енді Самирғаны сол ғана қиында болды. Нағыз осы ортаның дүлділеді ол кісі, жанның бәріне өлең шығарады. Аға, рахмат сізге де. Сол деді қағарбай. Бүкіл бауырлар, туыстар, жан-жақтан жиналып отырғандарыңызға, барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Елді көріп, жерді көріп, қарға топырақ торғайды келіп аунап, қазір бірлік аунадың өзі, аунайым деп отырмын. Аунайым қауына. Ал негізінде осыған бәріне себеп болған біздің Жаманқарағай ғой. Жаманқарағай деген әдіресін тауып алып әншеге сол бірлік бәрі бәрімізді аунау керек. Тұрдырық сенің, біз арқалық емес, бұл торғай, біз өз білмейміз ба, реклама дейміз, қалайша еліміз десекті. Ал енді мына бастық болып қалған адам ғой, регламент тоқтаңдар сөйлемеңдер деген сияқты. Ал жақсы, аман сау болып, басымыз мен келдім, имаматтың атамыздың тойында жақсы тойлап, той көріп, аман сау елдерімізге жетуге тілектеспін, әр уақытта қуанышта кездесіп жатырмын. Мынау түнде осы кісілердің көпшілігі таңғы сағат 4-те арқалықтан өтіп, таңғы сағат 5-6-та Амангелдіге 5-6-та жетті. Алдындағы кісілер енді сол 14-15 сағат жол жүріп кетті. Сондықтан енді адамның организмі темір емес, сондықтан енді шаршаған шығады. Құрмет әрине олар емес. Мына жерде енді мына жастар айтып өткендер. Жаңа Ғиният ағамыз айтып отыр, Амангелді ауданынан бастап келген негізгі сол қазір Астана қаласында тұрғанмен сол 4-5 күн бұрын келіп Қадыр ағамызбен екеуі Ғиният ағамыз бүкіл осы туыстарға деген мәселені бәрін ұйымдастырып жатқан кісі. Сол кісі 2-3 қайтадан маған ескерту жасап отыр, жинақтайық кеткен себебі таңертең қазір қонған үйлерімізден таңертең енді сағат 10-да Амангелдіде болу керек. Сонда 9:30-да болу керек. Онда жаңағы бұдан да аштайды. Негізгі келіп жатқан шаруа біз енді имандылықты құрметтейтін халықпыз ғой. Сондықтан сағат 10-да уже Амангелді имамовтың басында мен сол кісінің ескерткішінің жанында бұдан да ашталады. Онда мынау алыстан келгеннен кейін тамақ ішіп жеп кетуге келген жоқ. Бұл кісілер шын айтқан кезінде сондай жаңағыдай имандылық істердің басында болған әсіресе үлкен кісілеріміз жақсы көріп отырады.
сол себептен кішкене жинақтағанымызды қазір енді Ғиният ағайға бір тілек берейік. Осы енді бүкіл осы жұмыстардың басы қасында жүрген, сосын енді өздерінің іштеріңнен осы ұйымдастырушылардың ортасынан біреуі сөйлесін. Сосын енді бүгінгі отырысты жинақтаса қалай қарайсыздар? Азықтарыңыз жоқ қой. Ағайын туыстар, міне жаңа сөйлеген бүгін туысқандар айтып жатыр. Мына 30 сәуірде Қызылордадан бастап, мынау Жезқазғанға бар, бүкіл осы екі елдегі туысқандардың барлық іс-шараларына қатысып келе жатырмын. Ағайын туыстардың бір-бірінің бауырлығы, таныстығы көбейіп жатыр. Мынау осы Амангелді ауданында жаңа Төкенов айтып кеткендей, Сапар аға бәрін шақырған. Енді Сапар ағамыздың ісі кейінге қалғаннан кейін кейбір туысқандар келеміз дегендер болды. Содан кейін мен Қызылордадағы шалғалға бірлікке, Төбек ағамызға сонда, онда біз Торғай еліндегі жеріндегі туысқандардың елдің мамандығын білейік, бір-бірімізбен танысып білсейік деп ұсыныс жасаған болған. Міне сол туысқандар міне сіздердің бастарыңызды қосып, осы елге әкелді. Енді жаңағы жер бүгінгі жоспарда осы Торғай еліне де келейік, туған жерімізді көрейік, тарихын көрейік, елмен танысайық деп келіп, кейбір жастарымыз осы біздің Торғай жерінде қандай ғұлама аталарымыздың болған еліміз үшін қандай қан төгіп күрескенін көріп ырза болып отыр. Сондықтан да осы бастаған алға баса берсін. Біздің өтініші енді алдағы жоспарымыз алда қаласа Сапар ағаның жұмысын аяқтаса соған келесі алдағы жоспарымыз біз тек қана осымен тоқтап қалмай, келешекте осы іс-шарада түскен бүкіл жаңағы жазбаларды бәрі міне ініміз түсіріп жүр. Алда қаласа осының бәрін жинақтап сіздерге деректі фильм есебінде жібереміз. Өздеріңіздің ұрпақтарыңызға жіберіп, айналайындар, біздің мынандай Қызылордада мынандай, Жезқазғанда мынандай, Ұлытауда мынандай, осындай туысқандарымыз бар деп таныстырасыздар. Біздің алдағы келешегіміз бұнымен тоқтап қалмау керек. Келесі Астана ма басқа жерде кездескенде, келгендерде бір-бір балаларыңызды ала келіңіздер, балаларыңызды таныстырамыз. Біздің ізгі істерімізді солар жалғастыратын болады. Сәттілік тілеймін. Содан кейін кешіріңіздер, жаңа үйге бөлген туысқандар таңертең ерте тұрып, сағат 8-де осы жерге қозғалып кетуіміз керек. 9:30-да анда болуымыз керек. Жаңағы қонақты күтіп алған ағайындар таңертең ертерек тұрып, осы өздеріңіздің қонақтарыңызды шығарып саласыздар. Рахмет сіздерге. Баянда мен бір Айдар деген ағашым еді, өтшеде тұрғанда. Салапан келе бастағанда менің жүрегім зырқ ете қалды. Сонымен Салапан өзі менде бір тұрып қалдым. Ал келесі кездің көздеген алып сөзінде өзегін 90 ауыз сөзін толықтай түйінін жерден жаңа ұйымдастырып жатқан өздеріңіз айттыңдар. Түлекмей ағамыз айтты. Осы жерде мен екі адамды шақырым келіп ортаға, сол кісілер аяқтайды. Қанат ағамыз ортадан. Қанат аға. Сосын меруерт әтеміз келді. Осы екі кісі аяқтайды. Осы кісіге кесеміз ғой. Жақсы. Ал құрметті ағайындар, құрметті бауырлар, мынау енді бармасаң келмесең жат боласың дейді қазақ. Біз кеше сәуір айында барып Қызылордаға, сол жерде керемет бір жақсы шараларды көріп, ырысымыз артып, бірлігіміз бекіп, Ырысбекпенен бірлік сияқты інілеріміздің арқасында сіздерменен таныстық болатынбыз. Соның арқасында мен бүгін енді сіздер Торғай елінде келіп, біз Торғайды көріп отырсыздар. Бұл жақта енді Көкмұрын атаның екі атасы, екі атасы осы жақта аталасы. Біз енді сіздерді келеді дегенде қатты қуандық. Біздер шаққанда біз осы жерден жігіт екі машинамен 910 километр жүріп тұрып сіздерге барып көрдік. Керемет бір сондай қаймағы бұзылмаған бір үлкен той емес, осындай бір бас қосуды көрдік. Той тойлау емес, енді оның артын ойлау бар дейді қазақ айтады. Сондықтан мінекей ағаларымызбен енді жағаласып көп сөйлемей-ақ қояйық. Керемет осындай ұрпақтарымызға үлгі болып қалсын деп жатыр. Жаңа
ағамыз айтып отыр, ертең осының бәрін видеоға жасап, запись қылып жібереміз сіздерге деп. Дұрыс, біз Қызылордаға барып келгеннен кейін сіздердің жіберген сол суреттеріңіздің бәрін көріп, осы уақытқа дейін әлі айтып жүрміз. Барғандармен да, бара алмағандармен да келгеннен кейін осындағы ағайындарымыз, бауырларымыз өкініп жатыр. Тух барман екенбіз. Біз ана жақта жүріп фото жіберіп жатырмыз ғой. Сонда кәдімгі жыларман болып, біз бара алмадық, баратын уақыт таба алмай қалдық, уақыт билейді ғой адамда. Сондықтан мінекей сіздердің келіп жақсы осындай лебіз білдіріп жатқандарыңызға біз өте қуаныштымыз. Бұл шараны ұйымдастырып жатқан негізі Амангелді ауданы болғанменен де сол ауданға осы Сапар Ысқақ ағамыз биыл барғанда өзі шақырып кетті ғой, 8-9 қыркүйекте. Содан кейін келеттігінен бері осы мынау меруерт енді менен бір жас үлкен апамыз болады. Сондықтан осы кісі осы чатқа бәрін кіргізіп алып, ақырында айтады, қатты да айтады. Жылы сөйлесең жыланы не шат дегендей, айдара барлығы ұйымдастырып жатқан осы кісі. Бұл кісілер енді ағайындар Амангелдіге келгеннен кейін торғайды көрістейік, өзіміз торғайды көріп кетсін дейді. Оған енді әуелде Амангелді осындай ас береміз деген ой болды да, артынан бірақ сіздер торғайды көріз дедік, торғайды көрдіңіздер. Қандай ел екен, бізде 5 музейді аралап көрдік, бір музейге бара алмай қалдыңыздар уақыттың несінде. Сондықтан алдағы уақытта енді осылай жаңа айтып жатқан жылда бір бас қоссақ артық емес, ұрпақтарымыз осылай біз сияқты кейінгі енді балаларын көріп таң қалып отыр. Сіздер бір-біріңіз танисыздар ма? Танимыз біз бәріміз. Мынау қытайлықтар айтады дейді ғой. Қазақстанда біз 18 миллион кезінде қазақтар рағатшары бәрі бір-бірін таниды шығар деп. Сол сияқты біз 20 миллион болсақ та бір-бірімізді танимыз. Сондықтан енді аман-есен ертең мынау тойды өткізіп, отбасыларыңызға оралуларыңызға тілектеспіз. Басымыз амандықта, бірыңғай осындай жақсылықтарда тойда кездесейік, келесі жылға кездесетін мүмкіншіліктер Аллаға шүкір бар ғой. Жылда бір кездесіп тұрса, ол артық болмайды. Осындай тойларымыз тойға ұласын, бас қосу жақсылықтар бола берсін, амандықта кездесейік сіздермен. Мұнда енді менің осы сіздермен бірге қонақ болып келдім мен де былайша. Енді бір жақын жерде ауылда тұрам, осында мына інілеріміз осы бастар, осының бәрін ұйымдастырып жатқан мынау Қызылордаға барып келген 10 жігіт бар, оның сыртында басқа ағайындарымыз бар, ауылдарда тұратын келмей қалғандары бар. Жартысы неге кетті? Амангелдіге, ертең той көруге. Сондықтан осы інілерімізге, келіндерімізге өте ризамыз осындай сіздерді күтіп жатқан келеді деп. Маған звондап қойды, аға сіз де келуіңіз керек, ортада болуыңыз керек. Мен де сіздер сияқты қонақ болып келдім шынымды айтқанда. Сондықтан сіздерге де көп-көп рахмет, Алланың нұры жаусын. Құрметті туыс туғандар, бауырлар, ат-тартып анау жақтан келіп жатсыздар. Елімізге көп-көп рахмет. Бір жағы осы қауышу, бірге көру, бір-бірімізді сағынып. Екінші жағы мынау Батыр атамыздың 150 жылдығын желеу өтіп келіп жатсыздар ғой енді арасында. Бәріңізге де осындай той-томалақта кездесейік алдағы уақытта. Жиі-жиі бас қосайық, жаңа қанат айтқандай. Бәріңізге де мықты денсаулық, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Қай кезде де бауырмыз, біргеміз, туыспыз, ағайынбыз, көңіріміз. Енді алғандай сый-сияпатымыз бар, соны берейік. Дүйсенбек ағайдың жанында отырған Дүйсенбек ағайдан дейін отырған ағайға Ният ағайға бер. Ыбырайхан ағайға бер. Ыбырайхан ағайға бер. Сол жерде очки киіп отырған үлкен ағайға бер. Мына жақта досқан Ыбырайхан ағайға бер. Жаңа отырғаннан келген не бар?
Сосын мынау Қостанайдан Бақытбек деген інім өзінің атынан футболкалар жасатқан, өз ата-ана бердеген, Бірлікке бердеді мінекей. Сосын Ырысбекке бердеді. Сосын Серікке бердеді. Жастарға. Менің балама бердім. Сыртта бар. Ал енді құрметті ағайындар, қонақ едік, аз отырып көбісін айтты енді. Аз да болса көпке болыңыздар. Енді ол орамал не деген ол жай нәрсе, ең бастысы бір-біріміздің көңіліміз ақ болсын, бір-біріміздің пейіліміз кең болсын. Әрқашанда алған берген ештеңе емес, ең бастысы көңілде бір-бірімізді көңілмен сыйлап қарсы алсақ, солымыз ең жақсысы. Ал енді келесі жаңа айттық, 90 ауыз сөзін тоқтай сөзін сөйледік. Енді шай дастарханның батасын ортамызда сонау сыр елінен келген, жыр елінен келген Шалқар ағамызға берсек. Шалқар аға, әмин. Рахмет, құрметті ағайын, бауырлар. Құдай қаласа келесі кездескенше аманшылық, саулықта болайық. Отымыздың басында аманшылық болсын. Әуелі Аллам қолдасын, еш жамандық болмасын. 33 мың сахаба, 124 мың пайғамбар мұсылманның баласын кіріптар жерде қолдасын. Мың кәпірге бір қазақ арыстандай ойнасын. Айдағаның қой болсын, шайнағаның май болсын, лайым оттарының басында әрдайым той болсын. Ал тиістамыздар, құрметті біздің жаңа келген қонақтар, таңертең сағат 7-де 00-де арқының жанында кездесеміз.